Herkese merhabalar. Bugün biz Türkçe'de tәуелділік жалғауын үйренетін боламыз. Менің, сенің, кітабым, кітабың, кітабы деген сияқты сөздер қалай жасалады, соны үйренетін боламыз. Ал кеттік. Ол бізде мынау алдыңғы жіктеу есім сөздері арқылы жасалатынын білеміз. Benim, яғни ben, sen, o. Бұл тәуелділікте benim, менің, менің, сенің, оның, біздің, сіздің, олардың деген осы үш жіктеу есімдігімен жасалатын болады. Яғни оларға жалғанатын қосымша жалғаулар бар, аффикстер дейді. Олар қалай жалғанады екен? Егер еске салып өтетін болсақ, алдыңғы мен, сен, ол дегенде жіктеу есімдігінде бізде им, деген жалғаулар бар еді. Мысалға, ben öğretmenim, мұғаліммін, яғни біздің қазақшамыздағы мын, мін дегендер, яғни мұғаліммін дегенде, мысалға, бір қайталап өтейік. Мұғаліммін деген сөзді мұғаліммін деген кезде түркшеде наоборот дегендер, дегендер жалғанады. Яғни мын, міннің орны деп ауысады екен. Ол жіктеу есімдігінде еді. Ал бұл жерде менің кітабым, яғни қазақшада да уже кітабым, дәптерім, анам, әпкем, ағам, яғни мынау жалғаулар, им, деген жалғаулар келесі зат есімге жалғанатын болады. Яғни менің, бен деген өзіне де, мен дегеннің өзіне де им деп жалғанып тұр. Benim, дәфтерім. Яғни жалғауды қалай жалғау керек екенін білеміз. Соңғы буынға байланысты. Яғни жіңішке буынмен бітсе, жіңішке жалғаулар, жуан буынмен бітсе, жуан жалғаулар жалғаймыз. Benim defterim. Çanta болса қалай болады? Çanta жуанға бітіптір. Benim çantam. Мысалға тағы басқа сөзді айтып көрейік, маса болса, маса, ладно, ол да тоже не жуанға бітіп тұр. Kalem, им. Яғни жіңішке болған үшін ию жалғандық. Мына жерде просто дауыстыға бітсе, біз тек қана м деген жалғауды жалғай саламыз. Бұл астында мына жақта көрсетіліп тұр. Оны айтатын боламыз. Яғни мен бұл жерде айтқым келгені жуанға жуан, жіңішкеге жіңішке жалғаулар жалғанады. Солар қайталап өтейік. Сенің, ин, un, деген жалғаулар. Яғни сенің дәптерін. Біз қазақшада қалай айтамыз? Сенің дәптерің, сенің кітабың, сенің сөмкең. Яғни бізде де сондай нәрселер бар. Біздің жалғауға өте ұқсас. Оның деген сөз, оның кітабы, дәптері, дәфтері. Дауыссыз, яғни тек қана жуан дауысты әріптерден ғана тұрады жалғау. Оның дәфтері, оның çantасы. Ол çanta деген дауыстыға бітті, ол астында. Қазір айтамыз. Bizim kitabımız, defterimiz, omuz дегенде айтатынбыз, omuzumuz, үміз, төртіміз, біздің төртеу деген сияқты. Sizin kitabınız, defteriniz, яғни бізде қазақшада да сіздің дәптеріңіз, кітабыңыз, іңіз дегендер. Onların defterleri, оңай осы. Соңғы олардың деген сөз. Дәптерлері, кітаптары, калемлері, китаплары деген сияқты.
оңай. Енді егер мына жерде зат есім дауысты дыбысқа біткен кезде, яғни дауысты гласный, дауыстыға біткен кезде қандай жалғаулар жалғанады? Мына жаңа біз айтып өттік. М просто benim çantam. Senin çantanны. Бізде қазақшада да менің ручка деген сөзді аласақ, қазақша емес негізінде. Менің ручкам, сенің ручкаң, просто ың деген сияқты. Оның ручкасы, çantасы, bizim ручкамыз, яғни біздің ручкамыз, bizim çantamız, sizin çantanız, сіздің сумкаңыз, сөмкеңіз, олардың сөмкелері, çанталары, яғни өте оңай. Мына жалғаулар жазып алу керек дәптерге. И кез келген түркше сөз үйренген кезде, мысалға зат есім, соны осы жіктеулерге салып, benim, senin, onun, bizim, sizin, onların деген сөзге алып, жіктеп тәжірибе жасап отыру керек. Бірақ біз қазір астында мына сөздерді, жаттығуды орындаймыз, 4-8-ді. И қалай болады? Яғни мына жерде тағы да бір кызым нәрде? Mesela, жауап берген кезде дұрыс түрде жауап беру. Жалпы кызым, benim кызым, кызым окулда. Окулда біз алдыңғы сабақтарда өткенбіз. Қайда? Окулда, çantada, masada, dolapta, yerde, şehirde, Анкарада, İstanbul'da деген сияқты. Қандай? Қайда деген сұраққа жауап береді. Kızım okulda, мектепте дейді. Яғни kızım, annem, oğlum, babam деген сияқты. Benim, senin, onun дегенге келеді. Abisi, ablası, onun, senin дегендерге. Осылай сөздерді. Яғни мына жерде көрсетіп тұр, кыз окулда деп айтуға болмайды дейді, бірақ біз киноларда, сериалдарда көп естиміз. Мысалға, кыз окулда деп айтады. Яғни біздің қазақшамызда да бар. Негізі ережеге сәйкес барлығымыз олай сөйлей бермейміз. Арада мысалға грамматикаға бағынбаймыз. Ондайды біз қалай айтамыз? Разговорный стиль деп айтады ма? Сөйлеу стилі, яғни ауызекі сөйлеу стилі. Солай, яғни ол бұлай болмайды деген, яғни жазуда, тест тапсырған кезде бір сондайда ғана бұл ережелер қолданады. Былайша кыз окулда десеңіз, ондай қолданыста бар жалпы фраза болып табылады. Ал енді кеттік жаттығуды жасап көрейік. Benim, менің, менің машинам болса қалай болады? Benim arabam. Жоғарыда көрсетіліп тұр, міне, жоғарыда. Benim arabam, яғни араба жуан дауысымен бітіп тұр, және мы жалғанып тұр. Benim arabam, senin araban, onun arabası, bizim arabamız, sizin arabanız, yani sizin arabanız yazayım, sizin arabanız, onların arabaları. Onların arabaları. Onların arabaları yanlış desең, мысалға, олардың машиналары. Бізде қазақшада олардың машинасы деп айта саламыз ғой, айтамыз ғой. Оларда арабалары yanlış, жанып кетті. Сынып дегеніміз ол сынып, класс. Benim sınıfım, ыға бітіп тұр. Алдыңғы сабақтарда айтып өткендей. Ыға Benim sınıfım, senin sınıfın, onun sınıfı, bizim sınıfımız, sizin sınıfınız, onların sınıfları. Onların sınıfları nerede? Onların sınıfları karşı tarafta. Например, қарсы бетте. Шапка. Шапка дегенде шапка. Benim şapkam, дауыстыға біттір. Senin şapkan, onun şapkası, bizim şapkamız, sizin şapkanız, onların şapkaları. Onların şapkaları nasıl? Kırmızı. Onların şapkaları
yok. Yani yok, şapkası yok. Benim dersim. Senin dersin. Senin dersin kaçta? Ne zaman? Onun dersi. Onun dersi var bugün degende ya. Bizim dersimiz. Bizim dersimiz çok geç bitiyor. Sizin dersiniz. Sizin dersiniz nerede geçiyor? Qay jerde болады? Onların dersleri. Onların dersleri çok erken başlıyor. Erken басталады. Және мында жаттығу бар екен. Бұл жаттығуда түркшеге аударыңдар дейді. Яғни менің мектебім, карандашым, қалай болады? Балалар, біздің балалар, олардың сабақтары, менің машинам, шапка, тетрадь, бұның бәрі алдыңғы сабақтары қатысқан болсаңыз, содан былай ауызша ғана өтіп кете бересіз. Улица, сокак, Bizim sokak. Bizim sokağımız қалай жасалынады. Оны да өтетін боламыз. Енді сұрақты қалай жасаймыз? Және негативті қалай жасаймыз? Менің, сенің, яғни сенен сұрауым мүмкін, мынау сенің, менің машинам ба, мынау сенікі ма, мынау сенің сумкаң ба деп сұрауымыз мүмкін. Сондайды қалай жасаймыз? Яғни ол да менің, сенің, оның, біздің дегенмен. Және мынау, осы, мынау, анау деген сияқты сөздер бар еді ғой. Бу, шу, о деген. Солар арқылы және сұрақтың жалғауы аффиксі м, ми, м, му, мө дегендер. Яғни біз білеміз, мынау, мынау, бұл, яғни бұл менің машинам ба. Сұрақтар бөлек тұрады, сұрақтың жалғаулары сөзден бөлек. Бұл benim arabam, benim arabam, mı? Benim arabam mı? Yani тоже аға қараймыз, арабам жуанға бітіп тұр, және мы жалғанып тұр, сұрақ жалғауы. Benim arabam mı? Senin kalemin mi? Ne жерде? Kalemin mi? Bu onun şapkası mı? Onun şapkası mı? Bu bizim doktorumuz mu? Bizim doktorumuz mu? Bu bizim doktorumuz mu? Bu sizin müdürünüz mü? Müdür öge, жалғанып тұр. Bu onların defterleri mi? Mi жалғанып тұр, точкасы бар. Яғни жауап ретінде evet болса қалай болады? Осы жерде evet болса, bu benim arabam mı? Evet, senin araban deyip cevap var mı? Evet, senin araban. Senin. Yani evet, senin araban. Немесе hayır деген екі сөз бар еді ғой. Evet және hayır дейді. Hayır, senin, қалай айтатын едік? Қазақшада қалай айтамыз? Жоқ, сенікі емес. Senin değil, yani емес. Senin değil. Senin araban değil desең де болады мына жерге. Senin araban değil. Немесе senin değil, сенікі емес. Немесе менікі болса қалай болады? Менің, бұл сенің деген сұрақ болады ма? Мына жерде бұл сенің калемің ме? Мынау сенің карандашың ба? Онда менің карандашым болса. Evet, benim, senin болса, жауап бергенде, evet, benim kalemim. Kalem, имді жалғаймыз. Қай жерге жазып көрсетсем болады? Мына жерге жаза берейін, Мысалға, evet, benim деп ауыз екі түрде benim деп қысқарта саламыз. Немесе evet, benim kalemim. Benim kalemim. Немесе hayır, benim
Benim değil. Benim değil. Benimki burada. Yani ya. Benimki çantada. Biraz önce çantama koydum nemesi. Ya hatırlıyorum. Solay сияқты. Bu onun şapkası mı? Bu onun şapkası mı? Evet, onun şapkası. Nemesi hayır, onun şapkası değil. Onun şapkası beyazdı, например. Ağ ya. Bu bizim doktorumuz mu? Evet, bu bizim doktorumuz. Nemesi hayır, bizim doktorumuz değil. Bu sizin müdürünüz mü? Evet, bu benim müdürüm. Nemesi hayır, benim müdürüm değil. Onların defterleri mi? Evet, onların defterleri. Nemesi hayır, onların defterleri değil. Deyip cevap berеді. Жаттығу не дейді? Жаттығу мынау 4-10. Түркшеге аударыңдар дейді. Және осыны жаттығу ретінде алсаңыз болады. 4-те 11 не дейді? 4-те 11 мына бізге үлгі берген екен. Bu senin kalemin mi? Evet, benim kalemim. Hayır, benim kalem değil. Біз уже бұндай жаттығуды примерно жасап қойдық. Бірақ мына жерде мынау келесі бетте кеди, мысық, сөздік abla, әпке, bahçe, бақша, köpek, dolap, baba, öğretmen, araba, masa, şehir. Yani осы сөздерді мына түрге мынау. Bu sizin odanız mı? Oda деген еді. Komnata ya. Sizin odanız mı? Evet, benim odam. Bizim odamız. Hayır, bizim odamız değil. Bizimki değil. Деген ауызекі сөздерді де кинода көп естисіз. Солай да айта салуға. Bizim değil. Енді диалогта қарап оқып көрейік. Diyalogda ne dedi? Sekreterime Zeynep'in konuşmasını okuyalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dedi Zeynep. Hoş bulduk. Осылай жауап беру керек. Yani hoş geldiniz dese hoş bulduk. Осылай жауап бересіз. Sekreter. Adın ve soyadın. Adım Zeynep. Adım Zeynep. Soyadım Familia. Koç. Ya, sekreter kaç yaşındasın? Kança жасындasın? Kançadasın? 13 yaşındayım. 13 yaşındayım. Kaç kardeşin var? 4 kardeşim var. Kaçıncı sınıftasın? 7. sınıftayım. Doğum tarihin kaç? Осыдан сіздер үшін өте жаңа фраза. Doğum tarihi ол дата рождения. Doğum tarihin kaç? Қашан туылғансың? 7 Nisan 1988 ya. Telefon numaranız kaç? Telefon numaranız қандай ya? Қалай? Mesela 247 15 19. Yani teşekkür ederim. Bitti. Sanay alasыздар, yani аударыңа жоқ. Рахмет. Всегда бұл жерде айтқымыз келетін, мынаны жаттап алу керек. Бұл квиз жасаған кезде керек болады ертең. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? Kaç kardeşin var? Var, yok. Gerek, lazım деген сабақтар бар. Соларды қарасаңыз болады. Қайталаған болдық. Мынаны да аударып өтейік. 4-те 12-ші жаттығуда кайыт форму. Adı деген neydi? Есімі ya. Soyadı. Doğum tarihi. Туған жылы. Yaş. Қанша жаста. Doğum tarihi деген туылған күні, жылы, айы, тарих деген сөз. Сынып, қаншасыншы сыныпта, телефон нумарасы. Кайыт дегеніміз бұл регистрация. Регистрацияның формасы. Кайыт. Регистрация жасағанда, яғни ертең Турцияға емделуге, демалуға барған кезде де осындай кайыт, яғни тіркелген форма, тіркелу формасы. Немесе осы кайыт көп сөз кездеседі. Кайыт форму. Так.
4-тен 13-ші жаттауға қарайық. Сұрақ қойыңыз дейді. 16 yaşında. Қалай сұрақ қоятын едік? Kaç yaşında? 16 yaşında. Немесе kaç yaşındasınız? 16 yaşındayım. Қалай болатын еді? Ben, sen, o. Yaşında yım деген жалғатып қалған едік. Аға қарап, ы-ны және екі дауыстың арасында дауыссыздың рөлін атқаратын Y. 16 yaşındayım. Kaç yaşındasın деген сұраққа егер yaşındayım деп жауап береді. 7. sınıftayım. Kaçıncı sınıftasın? Kaçıncı sınıftasın? 7. sınıftayım. Hayır, 4. ev bizim değil. 4. ev sizin mi? Senin mi? Deyip сұраsan da болады. 4. ev senin mi? Hayır, 4. ev bizim değil. Nemesi sizin. Senin, nemesi sizin. İş telefonum deydi. Telefon numaranız kaç, немесе telefon numaranız nasıl деп те естиміз. Сұрақтар бар сондай. Telefon numaranız kaç деп айтсаңыз да болады. Бірақ мына жерде бізде офис иш деп тұр енді. Ишті қосамыз сонда. İş telefon numaranız kaç? İş telefon numaranız. İş telefon numaranız kaç? Немесе telefon numaranız nasıl, қандай? Деп те естиміз. Сондай да сұрақтар бар. Evet, ikinci ders İngilizce deydi. İngilizce dersi var mı? Деп те сұрақ қоюға болады. Немесе bugün İngilizce dersi var mı? Evet, ikinci ders İngilizce деп те жауап беруге болады. Яғни қалай сұрақ қойғыңыз келсе, жоғарыдағы формаға қарап сұрақтар құрастыруға болады. Kaçıncı ders İngilizce? Hani mesela ikinci ders İngilizce mi деп те сұрауға болады. Бұл жерде mi. İngilizce dersi ikinci mi деп сұрақ қойсаң болады. İngilizce birinci, dersi ikinci mi деп те сұрақ қоюға болады. Evet, ikinci ders İngilizce деп жауап беруге болады. Bugün İngilizce dersi var mı? Evet, ikinci ders İngilizce desең де болады. Яғни сұрақ қоюдың шегі жоқ. Қалауыңша сұрақ қойып үйрене беруге болады. Және мына текстті оқып шығайық бүгін. Өте керемет текст. Текст оқыған өте жақсы көмектеседі үйренуге. Айлем, яғни айлем деген не деген сөз? Отбасым. Яғни мына жерде скрытый болып тұр да, айле деген сөзден шыққан, айле. Яғни benim ailem. Еге бітіп тұр дауыстыға. Benim ailem. Ailem ve деген және ben. Отбасым және мен. Merhaba. Benim adım Gül. Soyadım Gönültaş. Ben 15 yaşındayım. Doğum tarihim 14 Şubat 1990. Ben öğrenciyim. Mына жерде жалғауды қараңыз. 9. sınıftayım. Benim küçük bir ailem var. Annem, babam ve 2 kardeşim. Ben ailenin en küçük çocuğuyum. Benim annem hemşire. Babam ise iş adamı. Мына жерде исе деген көп кездеседі. Исе деген болса дегені білдірді. Al babam болса мынандай дейді. Annem şimdi evde. Babam şirkette. Şirket degenimiz firma.
Yani kampanya. Şirkette benim ablam 19 yaşında. O bir üniversitede öğrencidir. Benim abim bir fabrikada mühendistir, mühendis inženyer. O 25 yaşında, o evli, үйленген. Benim ailemi çok seviyorum. Осындай сөйлемдер құрастыруға болады. Яғни алдыңғы сабақтардың бәрін көрген болсаңыз, уже осындай текстті құрастыра аласыз өзіңіз туралы. Және тағы бір текстті қарап кетейік. Мына 4-15-те. 4-15-те сөзімден dönmem. Söz деген сөз. Сөзім менің сөзім. Мен сөзімнен dönmem. Dönmek деген ол қайту. Dönmek деген сөзден шыққан. Dönmem. Кейін өтеміз. Сөзімнен қайтпаймын. Яғни осыны аударып өтейік. Nasreddin Hoca'ya kaç yaşındasın diye sorduklarında 40 der. 40 деген қанша еді? 40 еді. Bir yıl sonra, yıl degenimiz жыл, yine sorarlar. Aynı, қайтадан тура сол cevap, aynı cevabı verir. O zaman hocam geçen ötken yılda 40 demiştin. 40 деген едің ғой өткен жылы. Bu nasıl oluyor? Қалай болды? Yani қалай болады бұл? Dediklerinde ben sözümden dönmem der. Deyді деген сөз. Бұл сөзімнен қайтпаймын дейді. Yani жылда 40-та екен. Насреддин Ходжа деген бар еді ғой. Бізде қазақшадағы алдар көсе сияқты бір кішкене күлдіргі кісінің оқиғалары. Бүгінге осы, келесі сабақтарда кездескенше қош сау болыңыз.